Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху. Құрметті менің подписчиктерім, жазылмандарым, достарым. Біраз болды, видео шығармай кеттім. Бір себептермен. Енді сіздерге мынау үшінші марафонымның отчеты, үшінші кеше шығаруым керек еді, кеше өте маңызды себептермен шығара алмадым. Енді қысқаша естеріңізге сала кетсем, марафонның 2 шарты болған. Біреуі жаңағы бұйырса осы 5 жылда хафиз болу. Енді ақырын Аллаға шүкір режим жасап, күнделікті кішкене Құранды оқып, жаттап, ақырын қадамдар жасалып жатыр осы бағытта. Екінші шарты Life is Good холдингімен, Алла қаласа, енді Алланың көмегімен әрине, евровый миллионер болу, иншалла. Енді сол жолда мынау обучениеден өтіп жатырмын. Енді мен кішкене сондай адаммын. Қазір кішкентай балалармен үйде отырғандықтан, оның үстіне карантин болып жатыр. Былтырдан бері бір жыл болды ғой, былтыр басталған 20-шы жылым наурыз айында, қазір 21-ші жылдың 22-ші наурыз бүгін. Сол себепті бұрындағыдай адамдармен кездесу, офистарда бір үлкен жиын өткізуге болмайды, шектеу қойылып жатыр. Бұлай осы онлайн арқылы, Zoom арқылы, Skype дейміз, үйде отырып жұмыс жасауды үйреніп жатырмыз. Және қалай сауда жасау, қалай адамдармен сөйлесу, соның барлығын онлайн арқылы үйреніп жатырмыз. Енді бұлай үлкен өзімнің айтарлық жетістіктерім әзірше болмай тұр. Бірақ сіздермен әрине бөліспекшімін. Жалпы компаниямыздың 2 өнімі бар. Біреуі жаңағы үй алу мәселесі, UBV KZ арқылы пәтер алу. Соның статистикасын сіздерге көрсетпекшімін. Соңғы рет білесіздер, алдыңғы видеоларда да айтқан, мынандай дәптер арнап статистикасын жүргізіп отырмыз. Сіздерге соның бәрін айтып, хабардар етіп отырған. Мынау 16-шы қаңтар осы 21-ші жылғы. Мысалы, мына жерде члены кооператива, яғни кооперативтің мүшелері 4198 болса, қазіргі таңда міне 22-ші наурыз, бүгін ашып отырмын. Міне 2 айдан кейін қараңыздар, 4404. 4404 мүше болыпты, 206 мүше қосылған. Енді пайщиктер, кооперативтің пайщиктері 16-шы қаңтарда 3289 болса, қазіргі таңда 3409. 3409 міне алып жазып алып отырмын. 3409. Пайщик инвесторлар 16. Алдында жазылмай кетіпті. Қазіргі күнде 16. Кезекте очередь дейді. Міне кезекте тұрғандар 896. Алдында 872 болған, қазір 896. Оформление дейді. Оформлениеда, яғни кезегі жетіп, юристтер оформленияға шығарып, үйдің документін, пәтердің документін зерттеп, бәрін қарап жатқан 29 адам оформлениеда. Алдында 32 болған, оның 3-і пәтерлі болып кіріп тұрып жатыр. Активный пайщиктер, белсенді пайщиктер 32. 32.
рассчитывается за объекты, яғни алып енді мынау не береді қолдарына 10 жылға 120 айға ай сайын жаңа бізге 65% береді ғой, не 50% не, соны тура 120 айға бөліп тастайды. Сол график погашения дейді. Сол немен төлеп жүрген адамдар, яғни пәтерлі болып, график погашениемен ай сайын төлеп жүрген адамдар 615. 16 қаңтарда 580 болған. Бүгінгі таңда 22 наурыз 21 жылғы статистика 615, яғни 35 адам тағы да пәтерлі болып төлеп жатыр, қайтарып жатыр 65%-ды. Толық төлеп тастағандар, полностью рассчитаны дейтін, көрдіңіз, полностью толық кооперативпен есептескен адамдар 67. Алдында 56 болған, 2 айдан кейін 67, яғни тағы да 11 адам толық есептесіпті. Должниктер, қарыздар адамдар жоқ. Бұл мынау кооперативтің мүшелері жайында, кооператив UBV KZ жайындағы статистика. Енді мынау жалпы компанияға тіркеліп, консультант дейміз, кеңесші, осылай адамдарға көмектесіп, үйлі болуына, немесе жаңағы екінші инвестиционный счет Vista дедік, сол Vista ашып консультант болғысы келген адамдардың жалпы саны, мына жерде 17 қаңтар күні статистика жазып алыппын. Енді бүгін 22 наурыз. Количество сотрудников, яғни біздердің санымыз, жалпы санымыз, мынадан шығып кетейікті. Қазір мен сіздерге жалпы холдингте неше адам холдингте бүгінгі күнге мынау сайтымызға кіреміз. Бірігіп войти. Міне Алибекова Майра деп көріп тұрсыздар, Міне бүгінгі таңда біздің тіркелген кеңесшілер дейміз ба, жұмыс істеп жатқан белсенді сотрудниктердің саны 86.767. 86.767. 86.767. 17 қаңтарда 78.000 болған. Қазір 86.000. Қараңыздар, машалла, 8.400 адамға, 8.402 адамға өскен. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Компаниямыздың жақсы ілгері, жақсы қарқынмен дамып жатыр деген сөз. 86.767. Енді қараңыздар, директорлар, яғни бізде 20 деңгейлік карьера бар да, соның 6 деңгейден бастап адам директор болады. Общий рейтинг директоров общий дейді. Жалпы директорлардың саны бүгінгі таңда общий количество 323 болған, 295. Яғыңыздар, 28 адамға өскен 2 айда. Машалла. Енді по уровням, енді 6-дан бастап неге дейін, 20-ға дейін. Бірақ бізде мына жерде 10-шы деңгейге дейін көрсетіледі. Ары қарай әзірше енді қандай шартпен 11-ге өтеді, 12-ге, оны білмейміз әзірше. Біз енді ескерте кетсем, мен өзім әзірше 2-ші деңгейдемін, бұйырса жақында 3-ші деңгейді жабамын. Сосын риторика 1-ге барам, обучениеға, білім алуға. Жаңа IBA академиясы бізге өте практикалық түрде жақсы тәжірибелі, мықты 5 бизнес партнерімізден сабақ аламыз. Соның бірінші обучениесі сол 3-ші деңгейде басталады. Қазір мына
10-шы деңгейдегі адамдарды көрейік. Міне 5 адам. 5 адам. 9-шы деңгейде 25 адам. 8-шы деңгейде 53 адам. 7-ші деңгейде 77 адам. Және 6-шы деңгейде, машалла, 163 адам. 153 болған 17-ші қаңтарда. Қазір міне 2 ай 3 күн дейік, 2 ай 5 күн дейік. Бүгін 2 ай 5-ші күні 163 адам, яғни 10 адамға қосылған. Мүмкін тағы да бірнеше адам бар, бірақ олар ана несін күтіп отыр да, подтверждение дейді. Мынау бірден жаңа неге шығу үшін сайтта бізде былай жеке кабинетте көріну үшін ол 1-2 күн керек та. Негізі, машалла, күнде күнара бір директордан толып жатыр 6-шы деңгейдегі. Ал оларда мынандай айлықтан бөлек ай сайын пособие дейміз ба, жаңағы гонорар, жеткен жетістік үшін 6-шы деңгейге жеткен жетістік үшін 1000 евро қандай сыйақы алып тұрады, жұмыс істегеніне қарамастан. Сөйтіп, машалла, енді осы статистиканы сіздерге көрсетпекші болған. Ақырындап жеткен тағы да бір жетістіктерімді міндетті түрде бұйырса видеоға шығарып көрсетіп отырам. Бұйырса бәрін қарап, зерттеп, сұрақ жазып, комментарийға, немесе тікелей менің осы видеоның астында телефоным, WhatsApp, Telegram болады. Соған хабарласыңыздар, жазыңыздар. Ұйымдастыру, жаңағы Zoom конференция арқылы, болмаса WhatsApp бар, Telegram бар, Skype бар. Сөйтіп хабарласып, сұрақтарыңызбен жұмыс істесек болады. Жақсы ма? Сөйтіп, егер тілек, өтініш болып жатса, тіркелуге көмектесеміз. Осындай жеке кабинетіңіз болады. Мына ай сайын, апта сайын, әр аптаның сәрсенбі күні сайын ондай Life is good life деп тікелей эфир. Компанияның қандай бір жаңалықтары, жетістіктері, жеткен нәтижелері, көрдіңіздер, мына 24 мартқа міне анонс алдын ала шығарып қойды. Өткенде 17-сі болған. Міне әр сәрсенбі сайын осылай тікелей эфир, міне история успеха директоров Life is good дейді. Даг Вит деген жаңағы Америка құрама штаттарының президенттерінің кеңесшісі болған кісі бізді оқытады. Соның 2-ші модулі. Сосын выступление директоров 7-го карьерного уровня дейді. Осы 21-ші жылы конгресс болған, часть 1. Бірнеше адам, 7-ші деңгейдегі адамдар, директорлар неткен, осы конгресске қатысып сөз сөйлеген. Солардың несін бізге осылай әр апта сайын шығарып көрсетіп тұрады. Машалла, компания өзінің өміршеңдігін, жақсы ілгері дамып жатқандығын бізбен бөлісіп отырады. Life is good life арқылы. Міне осындай мүмкіндікке кез келген адам ие бола алады тіркелу арқылы. Ал ол тіркелу үшін енді әрине қарап, зерттеп, сұрақтарыңызды қойып, бірге қарастырсақ болады. Жақсы ма? Жазылыңыздар, осы видеомен бөлісіңіздер. Кімге жұмыс керек, кімге жақсы бизнес керек, кімге пәтер керек, міндетті түрде қарастырып, зерттеп, бірге сұрақтарымызбен жұмыс жасайық. Осындай жақсы мүмкіндіктерге жетіңіздер. Алла бәрімізге береке берсін. Істеген істеріміз, қадамдарымызға Алла үлкен береке берсін. Осымен видеоны аяқтаймын. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху. Келесі видеоларда кездескенше.